Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге біз компаниялар бойынша видео инструкцияны көрсететін боламыз. Белин. Ең біріншіден компаниялар Career Hub KZ платформасын ашады. Және де егер де олардың аккаунттары жоқ болса, тіркелу батырмасын басады. Рөлінде жұмыс беруші, осы жерге жауапты менеджердің аты жөні, телефон нөмірі, почтасы, және де осы жерге құпия сөзін жазады. Және де барлық информациясын толтырғаннан кейін тіркелу батырмасын ашады. Осылайша сіздерде компания тіркелу процесі жүреді. Ендігі сіздерге мен осы платформаның ішінен көрсетіп өтсем. Мен қазір платформаға компания атынан кіріп отырмын. Кірген кезде басты бетте менде жеке кабинет ашады. Яғни бұл жерде барлық мәліметтер бойынша қысқаша аналитикасы беріледі. Және де мына оң жақта профильге өтетін болсам, мен компания жайлы мәліметтерді өңдей аламын. Өңдегеннен кейін мен осы жерге сақтаймын. Сақтағаннан кейін сіздердің жазған барлық мәліметтеріңіз платформадағы барлық студенттерге және де оқу орындарына көрініп тұратын болады. Мінекей осылайша сіздер профильді толтырасыздар. Ары қарай мына сол жақтағы бағанға өтсек, компаниялар, яғни барлық компаниялардың тізімі тұрады. Келесі бұл білім беру ұйымдары, платформа тіркелген барлық университет және де колледждердің тізімі жазылған. Және де дуалды оқытуға кірейін. Ең біріншіден дуалды оқытуды колледж ашады. Колледж ашқаннан кейін осындай бағандар шығып тұрады. Осының ішінде өздеріңіздің мысалы дуалды оқытуларыңызды тапқаннан кейін көру батырмасын басасыздар. Егер де мысалы сіздердің дуалды оқытуларыңыз осы бағанда жоқ болса, онда колледж сіздерге дуалды оқытудың сілтемесін жібере алады. Ары қарай сіздер мысалы дуалды оқытуды ішін аштыңыздар, колледждің атауы тұр. Дуалды оқыту бойынша барлық мәліметтер, және де осы жерде сіздер өтінім беру батырмасын басасыздар. Өтінім беру батырмасын басқаннан кейін осы жерге дуалды оқытудың өту адресін, келесіде сіздер қанша студент дуалды оқытуға аласыздар, соны таңдайсыздар. Ары қарай мерзімі, яғни мысалға колледж берген мерзімді таңдауға болады, немесе өзіңіз датасын таңдасаңыздар болады. Ары қарай дуалды оқыту ақылы ма жоқ па, қосымша шығындар қажет пе, және де осы дуалды оқытудан кейін жұмысқа орналасу немесе жұмыс ұсынысы бар ма деген сұрақтарға жауап беру қажет. Және де ең аяғында дуалды оқыту кезінде студент қандай іс-әрекеттерді атқарады, сол бойынша барлық мәліметтерді осы жерге жазу керек. Жазғаннан кейін өтінімді бересіздер. Сіздердің өтінімдеріңізді, яғни заявкаларыңызды колледж қарап, егер де сіздердің заявкаларыңыз келетін болса, онда заявкаларыңызды қабылдайды. Ол бойынша статусты сіздер осы жерде көре аласыздар. Мысалы, мәртебе, бұл жерде статус в ожидании болып тұр. Ары қарай қарап отырсақ, бізде статусымызды қабылдады. Ендігі келесіде осылайша бағаны ашылады дуалды оқыту бойынша. Біріншісінде бұл қандай колледжбен дуалды оқыту өткізесіздер. Екіншісі бұл дуалды оқыту бойынша критерийлер, және де кандидаттар мен договорлар. Яғни кандидаттар сіздерге өздерінің заявкаларын жіберуі мүмкін. Ол бойынша барлық заявканы сіздер осы жерден көресіздер. Ары қарай, мына жерде қарап отырсақ, кандидаттар деп тұр. Осы жерде маған, мысалы, студент өзінің заявкасын берді дуалды оқытуға жаңағы қатысу үшін. Мен оның заявкасын осы жерден аша аламын, және де шешім қабылдаймын. Сонымен қатар, сіздер мысалы студент жайлы толық мәліметтерді көру қажет болса, онда сіздер оң жақтағы көру батырмасын басасыздар. Ары қарай
мен жаңағы көру батырмасы арқылы студенттің резюмесін көре аламын, барлық мәліметтерін. Танысқаннан кейін артқа өтемін. Артқа өтіп, мен осы мысалы студентті қабылдай аламын, немесе қабылдамасам болады. Мен қазір қабылдайын. Мінекей, мен студентті қабылдадым бұл дуалды оқытуға. Ары қарай жаңағы келісім шартты колледж бізге жасап жіберетін болады. Сіздер компания өз тараптарыңыздан ЭЦП арқылы қол қою қажет. Келесіде колледж договор жасағаннан кейін сіздер договорды өздеріңізге жүктеп тексеріп алсаңыздар болады. Ары қарай договорға қол қою үшін сіздер осы жердегі ЭЦП мен қол қою батырмасын басасыздар. ЭЦП мен қол қоюды басасыздар, және де сіздер өздеріңіздің юрлицо ЭЦП-ларыңызды таңдауларыңыз қажет. Таңдап паролін жазғаннан кейін бұл жерде сіздерге қол қойылды деген батырма шығатын болады. Мінекей қарап отырсаңыздар, подпись компания деп тұр. Яғни мен өз тарапынан бұл жаңағы дуалды оқытуға өзімнің қолымды қойдым. Және де осылайша QR-код шығады. QR-код арқылы мысалға колледж және де студент кім қол қойғандығы жайлы мәліметті қарап отыра алады. Және де ары қарай колледж, сонымен қатар студент қол қойғаннан кейін сіздерге осылайша ЭЦП QR-кодтары шығып тұратын болады. Келесіде атамекен статусын сіздер осы жерден көре аласыздар. Сонымен қатар студент дуалды оқыту кезінде күнделігін электронды түрде жүргізетін болады. Сіздер олардың күнделіктерін осы жерден көре аласыздар, күнделік бағаны бойынша. Сонымен қатар ең соңғы баған, бұл жерде сіздер студент дуалды оқытуды аяқтағаннан кейін студент жайлы пікіріңізді қалдыра аласыздар, және де өзіңіздің жеке комментарийлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Және де осылардың барлығын жазғаннан кейін сіздер оны сақтайсыздар. Сақтағаннан кейін сіздердің пікірлеріңізді колледж және де студент өз тарапынан көре алатын болады. Яғни компания бойынша процесс осылай жүргізіледі.